Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Біз бүгін 7-ші сынып қазақ тілі пәні бойынша сабақ өтетін боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы отан, оттан да ыстық. Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары тыңдалым және айтылым бейнебаян мәтінін тыңдай отырып, берілген сұрақтарға оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжап жауап беру. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп қолдану. Сабақ мақсаттары: оқушыларды бейнебаян мәтінін тыңдай отырып, берілген сұрақтарға оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжап жауап беруге, берілген сөздердің мағынасын түсініп, сөздің негізгі мәнін ашып алуға дағдыландыру болып табылады. Яғни балалар, сіздер бүгінгі сабақта бейнебаян тамашалайсыздар, және осы бейнебаянды тамашалау барысында сіздерді мұқият болуға, мұқият тыңдауға шақырамын. Және осы бейнебаянды тамашалап, сіздер осы бейнебаян барысында бейнебаянды тамашалап отыру арқылы сіздер Баубек Бұлқышевтың өмір жолына, яғни түртіп алу стратегиясын қолдана отырып, сіздер нақты ақпараттарды түртіп отқандарыңыз дұрыс. Себебі тапсырма орындайтын боласыздар. Баубек Бұлқышев қазіргі Қарағанды облысы Ұлытау ауданындағы Амангелді ауылында 1916 жылы дүниеге келді. Болашақ дәуірдің балғын бесігін ашқан шағында Баубек әуелі шешесінен, артынан әкесінен айырылып жетім қалады. Немере ағасының қолында тәрбиеленіп, оқып білім алады. Ол 1930 жылы Ұлытау совхозының фермасында есепші болып қызмет істейді. Ал 1937 жылы Алматы сауда қаржы техникумына оқуға түседі. Ол сонда оқи жүріп көптеген өлеңдер жазады. Балалық шақ поэмасын, ауылдан Алматыға атты әңгімесін жазады. Арманы асқақ тума талант 1939 жылы Лениншіл жас газетінде әдеби қызметкер, кейін Қазақстан пионері газетінде бөлім меңгерушісі болып еңбек жолын бастайды. 1940 жылы Кеңес армиясы қатарына шақырылады. Москвада сапер училищесінде оқиды. Орыс тілін жетік меңгереді. 1940 жылы Финляндиямен арада соғыс өрті лапылдағанда өзі тіленіп әскер қатарына алынады. 1941 жылы фашистік Германиямен соғыс басталғанда алғашқы күндерден ақ ұрыстарға қатысады. Осыдан соң Баубек Бұлқышевтың жауынгерлік өмірі басталады. Баубек Бұлқышевтың шығармашылық дарыны соғыстың ауыр сын сағаттарында ерекше көрінді. Баубек Бұлқышев соғыс жылдарында жауынгер публицист ретінде жарқ етіп көзге түскен. Ол өз қаламын еркін сілтеді, табиғи жазды. Қазақ халқын азбаған, табиғаты таза халық екенін тағы бір мәрте дәлелдеді. Сөйтіп табиғатынан ақын қазақ халқының жан дүниесін әлемге ақтарып салды. Баубек қаламының ұшында поэзия, публицистикамен тоғысады. Оның шығармаларында бабалар жаны, екпінді, жігерлі, қайратты махамбет рухы бар. Сол махамбет рухы ел басына күн туғанда, біздің қазіргі уақыттағы орнымыз қанды майдандағы қызу ұрыста ғой. Ереуіл атқа ер салмай, біздің ісіміз бітпейтін нағыз қызулы кезең осы емес пе? Шығысылы, деп Баубек публицистикасы болып қайта жаңғырды. Соғыс кезінде жазылған шығармаларының дені Комсомольская правда газетінде жарияланды. Бұлқышевтың өмір мен өлім туралы, заман біздікі, шығыс ұлына хат, тыңда Кавказ, жауыздық пен махаббат деген шығармалары майдан жауынгерлерін ерлікке, патриоттылыққа үндеді. Бұл мақалаларын көрнекті жазушы Ғабит Мүсірепов қазақ тіліне аударып, Республика социалистік Қазақстан газетіне жариялады. Жауынгер қаламынан шыққан жалынды үн жерлестерінің жанын тебірентіп, отты жылдарда өз рөлін атқарды, болашақ ұрпаққа айнымас ұран болып қалды. Баубек десе жалындаған от көрем, жауға атылған жастық жігер кекпенен, жүрегінен ақтарылған ақ өлең,
көксүңгідей дұшпан ойын көктеген, Баубек деген қазағымның намысы, сақтар менен сарматтардың дауысы, батыс төрін ойран еткен еділдің бүркіреген аттарының дыбысы. Баубек деген ер түріктің семсері, Баубек деген батырлықтың өлшемі, Баубек деген Ерасылдың найзасы, Баубек деген өр абылай еңселі. Баубек деген арыстанның айбаты, қашқан одан оймауыты, ойраты, қаһарланса орысқа да бой бермес, хан кененің қайқы қылыш қайраты. Баубек десем тақымда ат ойнап, жанарымда жарқылдаған от ойнап, Махамбет боп ереулатқа салмай, Алматы боп жауға шаптым ат ойлап. Қара жерге борай жауған қар өзі, ақыл сезім махаббаттың бәр өзі. Баубек деген біле білсең жас ұрпақ, қазағымның өр рухының дәл өзі. Мінекей балалар, сіздерге ұсынылған бейнебаяным аяқталды. Және сіздер осы бейнебаян бойынша мынандай тапсырмаларды орындайтын боласыздар. Сіздерге тапсырма: Баубек Бұлқышев деген кім? Соғысқа қашан аттанды? Баубектің балалық өмір қиыншылықтары туралы не айтасыз? Шығармашылықпен қашан айналысты? Баубек қандай білім алды? Шығарманың тақырыбы қандай болды? Деген мінекей осындай сауалдарға жауап айтып, видео түсіріп маған жіберетін боласыздар. Сіздерге арналған тағы да бір тапсырмам бар. Бұл жерде сіздер тәуелсіз Қазақстан ұланының атынан, сіздер тәуелсіз Қазақстанда тұратындықтан, сіздер осы тәуелсіз Қазақстанның болашағысыздар, осы тәуелсіз Қазақстан ұланысыздар. Сол ұландардың атынан ардагерлерге хат жазасыздар. Сіздерге берілген тапсырмам осы. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты, тақырыбы түсінікті деп ойлаймын. Бүгін сіздер бейнебаян тамашаладыңыздар, және ендігі кезекте сіздер осы бейнебаянды тамашалап, жаңа мен айтып өткендей сұрақтарға жауап айтып, видеоға түсіріп маған жолдаңыздар. Назарларыңызға рахмет.